түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Марин және оның достары, мұхиттағы қызықтар. Теңіздің түбі басталды күн, біздің көңілді Марин жүрет жайнап. Достарға бара жүзіп, кеш батқанша жүрет ойнап. Тақту бәрімен асыр жүгірген. Шытырман оқиға күтеді үнемі алда. Теңіздің түбі құпия, білуден қапы қалма. Күтетін не бар? Алға неке басты. Су астында түрлі қызық күтер, бар қиындықтар бізді айналып кетер. Кеш батқанда аяқталар ойында, ал ертесі достармен қосыламыз ойынға. Альто мен тасбақа. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, жанымда дәмді түстігім, менің дәмді түстігім. Ла-ла-ла. Қап. Бәріміз бірге жиналып, тамақтанбақ едік, бірақ әлі ешкім жоқ. Бір талын жесем бекен. Иә, оларда қарсы болмас еді. Жарайды, біреуіне, екеуіне еш нәрсе етпес. Кешіккен өздерінен көрсін, мынадай дәмді печеньені жемей қалай шыдап тұруға болады. Тас қозғалып жатыр. Альто, не болды? Ана жақта тас қозғалып жатыр. Альто, тас қозғалушы ме еді? Көзіңе солай көрінген ғой. Қозғалды дедім ғой. Ол қайда болды? Маржан шатқалында ма? Онда барып көрейік те, бәрібір сол жаққа барғалы жатыр едік қой. Марин Гого, маған сенетіндеріңді білгенмін. Ол тура мына жерде болды. Мен тастап отырып печенье жеп отырғанмын, ал ол болса қозғалды. Қатты қорқып кеттім. Қолымдағы печенье салған пакетті түсіріп алдым, жүзіп кеттім. Қызық, печенье қайда кеткен? Оны мына бір жерге түсіріп алғам. Сен не тағы да бізсіз жедің бе? Білесің ғой, Альто, ұзақ күте алмайды. Барлық жерді қарадым, ешқандай қозғалатын тас көрінбейді. Одан да түстенейік. Керемет! Дәмді сынай! Альто! Альто! Ақырын! Лоджик, артында! Тас қозғалды! Бұл жай ғана тасбақа екен ғой. Иә, Лоджиктің түрін көрдіңдер ме? Альто, мен сенің айғайыңнан қорқып кеттім. Міне саған тірі тас. Мен мұны шынымен де тас екен деп қалсам. Жоқ! Бұл біздің тамақ. Қарны аш қой деймін. Мә, қағып ал. Керемет! Мен де.
Тамақ біздің өзімізде де аз ғой. Мәз саған күшті қағып алады ғой. Жүзгенін айтсаңшы. Сүйкімді сынай. Бәрі бітті. Тасбақа ұста! Эй, Альто, оның тамағын неге тартып аласың? Тасбақа қағып ал. Байқа ол ұрлап кетіп жүрмесін. Тағы лақтыр, бұл жолы мен ұстаймын. Бәрі бітті. Сен ме ашқарақ? Екеуі де жақсы. Ортақ нәрселерің көп екен. Не айтып тұрсың? Екеуің де тамақты жақсы көресіңдер. Біз екеуміз екі түрліміз. Тамақ бітті ме? Кеттік. Жарайды, алаңқайға барып доп ойнайық. Мұны жеуге болмайды. Жоқ, болмайды. Қап, тасбақа пакетті жеп қойды. Енді не істейміз, ауырып қалмай ма? Амансың ба? Бәрі жақсы ма? Жеп қойса бәрі жақсы болған ғой. Жемейтін нәрсе болса жемес еді. Әрине, сен өзіне деген ашқарақ едің, тіпті пакетті де жеп қойдың ғой. Ал, бәрін жинаңдар, кетеміз. Сау бол, тасбақа. Қанеки, алаңқайға кім бірінші барып жарсамыз? Олай болмайды, Альто. Мен жеңем. Марин және оның достары. Ой, тасбақа артымыздан жүзіп келеді. Біз оған не үшін керекпіз, а? Мүмкін оның да ойнақысы келетін шығар. Ой. Эй. Оны оп-оңай басып озам. Мен тасбақалар баяу жүзетін шығар десем. Керемет жүзеді екенсің. Біздің тамағымыздың бәрін жеген соң ғой жүзгені. Мен де жақсы тамақтансам бәріңді басып озар едім. Қане, доп ойнайық. Қағып алам. Бұл менікі. Альто, бұлай қатты ұруға болмайды ғой. Енді барып өзің алып кел. Керемет! Сен өзі спортшы екенсің ғой, иә? Ұстап алам. Сен жарадың. Қане, қағып ал. Ой, бұл менікі, мен ұстайым. Абайла. Ұстап алам деп айттым ғой. Тасбақа, амансың ба? Түрі онша болмай тұра ұрып тұрсың ба? Альтоның бас сүйегі қатты сияқты ғой. Амансың ба? Қане тұр. Жоқ. Бір нәрсе істеу керек. Оны тез арада дәрігерге апарайық. Оған еш нәрсе болған жоқ па? Халі қалай? Бәрі дұрыс па? Ол жағымсыз бір нәрсе жеп қойған сияқты. Я, ол бағана пакет жеп қойған болатын. Оған наған сияқты болған соң мән бермеп едік. Теңіз жануарлары кейде тамақпен қоқыста ажырата алмайды. Сондықтан қоқысты жеп қойып жатады. Бірақ кейін тура мына тасбақа сияқты жағдайлар нашарлап кетеді. Бәріне мен кінәлімін. Егер мен артымнан пакет жинап жүргенімде мұндай сұмдық болмас еді. Кешірші мені, тасбақа.
Дәрігер, оның жағдай жақсару үшін не істеу керек? Аз қорытуға көмектесетін күшті дәрілер беру керек. Ол үшін шұңғыманың ең терең жерінде өсетін арнайы шөп керек. Мен де ол шөптен қалмаған сияқты. Онда шөпті өзім әкелем, уайымдама. Бәрі жақсы болады, тасбақам. Ана жақ терең әрі тас қараңғы екен. Бірақ Кан мырза үнемі сол жақта жұмыс істейді ғой. Демек, альтода түсе алады. Таптым, тартыңдар! Алақай! Альто, сен сондай батылсың. Тезірек дәрігерге барайық, тасбақа бізді күтіп жатыр. Мә, жей ғой. Оның жағдайы жақсарды. Тасбақа, мен сондай қуаныштымын. Бүгіннен бастап қоқыс тастамаймын деп уәде берем. 37-ші бөлімнің соңы фильм Қазақстан ұлттық телеарнасының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 2017 жыл. Теңіздің түбі басталды күн, біздің көңілді